Ауылдың шетіне жақын биік қоршаумен қоршалған үлкен ақ үйге Назерке келін болып түскеніне бір айдай уақыт болған. Үй иесі 69 жастағы Қайрат ата бұрынғы колхоздың бригадирі болған. Әлі де денесі мықты, дауысы қатты, мінезі ауыр адам. Оның әйелі Раушан 65-те. Үй шаруасымен айналысады. Назеркенің күйеуі Ерлан қаланың бір компаниясында менеджер болып жұмыс істейді. Аптасына 1-2 рет қана ауылға соғып, қалған уақытын қалада өткізеді. Назерке 26 жаста, университеттің филология факультетін бітірген. Ауылдағы мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді. Ол сұлу, бойы ұзын, қара шашы ұзын, күлгенде бетіндегі ойықтары көрінетін. Әрі өте ұяң қыз еді. Үйге түскен алғашқы күндері Қайрат ата оны қатты құшақтап, қызым келді, енді үйіміз толық болды деп қуанған. Бірақ сол құшақтау кезінде оның қолы Назеркенің белінде тым ұзақ тұрып қалғандай сезілген. Назерке өзін өзі алдады. Қарт адам ғой, мейірімділігінен шығар деп. Раушан апа бір күн аудан орталығына базарға кетіп қалды. Назерке ас үйде етті қуырып, тамақ әзірлеп тұрған. Артынан ауыр қадамдар естіліп, Қайрат ата келді. Қызым, мына тұзды ұстап тұршы, қолым бос емес, деді ол. Назерке бұрылып тұз салғышты ұсынбақ болғанда, Қайрат атаның оң қолы оның беліне, тіпті сәл төменірек тиіп кетті. Назерке селк ете қалды, денесі түршігіп кетті. Ата, өзіңіз алыңызшы, деді ол ыңғайсызданып. Қайрат ата күлді, көздері жылтырап. Ой, жас келіннің белі қандай жұмсақ, біздің заманымызда қыздардың бәрі қатты болатын. Сен маған күн сайын осылай тұз ұстатып тұршы, қарияның қолы жылынып қалады, деп тағы да қолын созды. Назерке тез алыстап, мен тамақты қарайын деп пешке бұрылды. Сол күні кешке дейін іші ыңғайсыз болды. Кешке теледидардың алдында отырғанда Қайрат ата Назеркенің әрбір қимылын бақылайтын болды. Шай әкелсе, көзі кеудесіне иығына түседі. Назерке, сен неге мұндай әдемісің? Біздің кезімізде қыздардың бәрі қарапайым, жұмыс істеп жүріп қарайып кететін. Сен болсаң, қаладан келгендей жарқырап тұрсың, дейді дауысын жұмсартып. Назерке беті қызарып, ата қойыңызшы, мен қарапайым қызбын деп жауап береді де тез бөлмесіне кіріп кетеді. Қайрат ата артынан ұзақ қарап күбірлеп күледі. Бір түні Назерке ұйықтап жатқанда бөлмесінің есігі сықыр ете қалды. Қараңғыда Қайрат ата есікті ашып, ішіне қарап тұр екен. Қызым, суық болып қалмадың ба? Көрпең жұқа екен деп, ішке бір-екі қадам басқан. Назерке жүрегі дүрсілдеп, көрпені басына жамылды. Ата, мен жақсымын. Қайтыңыз, Раушан апа оянып қалмасын. Қайрат ата біраз тұрып, жақсы қызым ұйықта деп шықты. Таңертең Назерке енесіне айтқысы келді, бірақ қарт адамның қызығы шығар, ұялатын шығар деп ішіне сақтады. Қайрат ата Назеркеге жиі сыйлық әкеле бастады. Бір күні әдемі, тым ашық түсті көйлек, тіпті іш киімдер де әкелді. Мынау сенің өлшеміңе келеді, өлшеп көрші, қалай тұрады деп, қолын созып көйлекті иығына тақап көрді. Назерке қызарады. Ата, мұның қажеті жоқ, мен өзім аламын. Сен мені ренжітіп жатырсың. Мен сені өз қызымдай көремін. Қарт адамның көңілін қалдырма деп дауысын көтеріп өкпеледі. Назерке мәжбүр болып алды, бірақ ешқашан киген жоқ. Ерлан келген күні Назерке бәрін айтты, көз жасын төкті. Ерлан күліп жіберді. Назерке, әкең 70-ке таяды, қол аяғы дірілдеп тұрады. Тиісіп қалған болар, сен тым сезімтал болып кеткенсің. Әке шешеме құрмет көрсет, ауылда өсек шығады. Қайрат ата ұлының алдында мүлдем басқа адам. Балам, келінді жақсы бағала, ол өте жақсы қыз деп Айнұрды мақтайды. Назерке дәптерге бәрін жаза бастады. Қай күні, қай жеріне тигенін, не айтқанын, қандай көзқараспен қарағанын. Бір күні Қайрат ата бөлмесіне кіріп дәптерді тауып алып оқып шықты.
Кешке Назеркеге келді. Демек, менің құпиямды жазып жүрсің бе? Деп күлімсіреп, қолын Назеркенің тізесіне қойды. Назерке қатты шошып алыстады. Егер Ерланға немесе біреуге айтсаң, сен келінсің, кім сенеді? Мен 70-тегі қартпын, жүрегім ауырады. Келін қарт адамды қорлады деп ауыл сені жамандайды. Үйден де кете алмайсың, деді Қайрат ата салқын дауыспен. Назерке түнімен ұйықтай алмады. Раушан апа біртіндеп байқады. Бір күні Назеркенің көз жасын көріп, не болды қызым? Қайраттың мінезі ауыр ғой, шыдап жүр. Қарт адам не істейді, деді. Назерке жартылай айтты. Раушан апа күрсінді. Ер адамның қызығы, мен де шыдадым. Назерке Ерланға қалаға көшейік, мұнда тұра алмаймын, деді. Қайрат ата естіп театр бастады. Мен өлемін, жүрегім, сен кетсең мен жалғыз қаламын. Ерлан әкесін жақтап Айнұрды қалдырды. Ыстық шілде түні Қайрат ата Назеркенің бөлмесіне кіріп, жатын орнына отырды. Иісі жаман суға араласқан. Мен сені шынымен сүйемін қызым. Ерлан сені бағалай алмайды. Менің әлі күшім бар, деп қолын Назеркенің денесіне созды. Назерке айқайлап итеріп жіберді. Қайрат ата құлап, сен мені өлтірдің, деп жерде жатты. Таңертең бүкіл ауылға келін қайынатасын ұрып тастады деген өсек тарады. Әйелдер базарда Назеркені көрсе сыбырласып, қарт адамға қол көтеру күнә дейді. Назеркенің мектептегі жұмысы да қиындады. Назерке барлық жазбаларын, телефонға жазылған дауыстарын күнделікті жинап Ерланға көрсетті. Ерлан ақыры сенді, беті бозарып, Қайрат ата, ол өтірік айтып жатыр. Менің қарттығым үшін қорлағысы келеді, деп жылап жер соқты. Үйде үлкен жанжал болды. Раушан апа екі жаққа бөлінді. Ерлан әкесін аудандық емханаға апарды. Дәрігер, қарт адамдарда кейде ондай құштарлық қайта оянады. Бұл ауру емес, мінез, деді. Бірақ отбасының іші шіріп, сенім жоғалды. Назерке мен Ерлан қалалық пәтерге көшті. Қайрат ата мен Раушан апа жалғыз қалды. Уақыт өте ол өз қателігін ішінара мойындады. Бірақ ешкімнен кешірім сұрамады. Назерке жаңа өмір бастап, мектепте сабақ береді. Ерланмен қарым-қатынасын қалпына келтірді. Бірақ кейде түнде сол көлеңке есіне түсіп қорқып оянады. Ол өз-өзіне мен шыдадым, енді ешкімге мұндай болмасын, деп ішінен дұға оқиды.